Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Баланы отырғызу дегеніміз не? Ол жастықпен қоршап отырғызу емес. Бұл дұрыс емес. Өйткені оның салдарынан қабырғалары майысып, омыртқаның қисық дамуы қаупі бар. Ал егер бала өздігінен отыратын болса, онда дайын болған деген сөз. Бала өздігінен ішімен жатқан күйінде аяғын ішіне қарай қайырып отыруға дайындалады. Баланы отыруға дайындау үшін не істеу қажет? Ол үшін баланы шалқасынан жатқан күйінде екі қолынан жайлап ұстап, өзіңізге қарай тартасыз. Қолынан ұстаған кезде білегінен тартпайсыз, бала сіздің қолыңыздан ұстап өзі тартылатын болады. Аяғынан қысып ұстайсыз, және де қолынан жайлап тартасыз. Осылай 3-4 рет жасайсыз. Егер бала басын шалқайтып, оны қаламай жатса, яғни ол жаттығуды әлі ерте деген сөз. Басын шалқайтып жатқан жағдайда бір қолыңызбен басының астына қойып демеп жіберіңіз. Осылай 3-4 рет жасайсыз. Одан кейін екі аяқты ұстап, бір қолынан ұстап тартасыз. Яғни бұл жерде бір қолмен ұстаған кезіңізде екінші қолымен тіреп үйренеді бала. Екі аяқты қысып ұстаймыз да, бір қолынан ұстаймыз. Сол кезде бала өзі тартылады да, бір қолымен жерді ұстап үйренеді. Дәл осылай екінші қолмен де 3-4 рет жасаймыз. Келесі жаттығуымыз, баланы өзіңізге теріс қаратасыз, аяғынан қатты ұстайсыз. Одан кейін бір қолыңызбен баланың арқасынан белін бүгесіз, және де ішінен кішкене көтеріп көмектесесіз. Яғни көрсетіп жібересіз, не істеу керек екенін. Осы кезде баланың арқасындағы омыртқа маңындағы бұлшықеттер нығайып қатаяды. Осылай 3-4 рет жасаңыз. Бір қолымызбен қатты ұстап тұрамыз. Егер қиналып жатсаңыз, отырып істеуге де болады. Баланың аяғымен кішкене саныңызға тіреп ұстайсыз, сол кезде оңайлау болады. Әр бала жеке тұлға, жалпы баланың 6 мен 9 ай арасында өздігінен отыруы қалыпты. Ал балаға уақытылы отыруына, дұрыс дамуына көмектескіңіз келсе, массаж және жаттығу жасаңыз. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.